келесі жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуде профиль пән ретінде келетін дүниежүзі тарихы пәнінің тапсырмалары туралы айта кетсек, дүниежүзі тарихынан ең бірінші оңтүстік қос өзен бойын алғаш мекендеген халықтар. Бұл жалпы қазір орта мектептердегі 6 сынып оқулығының бағдарламасындағы сұрақ. Тапсырма нақты құрастырылған. Қос өзен бойын алғаш мекендеген халық, және бұл жерде шумер, аккад халықтары біреу оңтүстік шығыстан келсе, біреу батыстан келген. Алғаш рет осы қос өзен бойындағы өркениетті негіздеген шумерліктер, және осы қос өзендегі алғашқы жазуды қалыптастырғанда осы шумерліктер деп айтуға болады. Бұл осы шумер, аккадтан осы қос өзен бойындағы ең алғашқы қала мемлекеттері, яғни патесилер қалыптасқан. Бұл 6 сыныптың Төлеубаев бастаған авторлығымен шыққан оқулықтың 1-6 бетінде және қосымша артындағы деректерінде анық көрсетілген. Ал ассириялықтар осы шумер, аккадтен ығыстырғаннан кейін келген, қоныстандырған. Хананейліктерді ол кейіннен, ал Израиль, иудейліктер ол кішкене қос өзеннен тысқары, ол қазіргі Палестина жерінде болса, филистимдіктер мен еврейлер осы Израиль, иудей тайпаларымен негізі шыққан тегі бір. Сондықтан бұлар осы қос өзен бойына негізі қоныстанбаған деп айтуымызға болады. Сондықтан бұл сұрақтың негізі дұрыс жауабы шумер және аккадтықтар болып есептеледі. Дүниежүзі тарих пәнінен келесі сұрақ: 1974-79 жылғы баға мен кіріс саясатын қабылдауға мәжбүр болған үкімет жетекшісі дейді. Ұлыбританияда бұл үкімет жетекшісі дұрыс жауабы Вилсон. Өйткені мұнда әрбір премьер-министрлер келген кезде жалпы сол кездегі саяси экономикалық жүйеге байланысты оны өзгертудің тәсілі ретінде өздерінің жалпы саясатын ұсынған. Және осында жаңа баға мен кіріс саясатын қабылдауға мәжбүр болған үкімет жетекшісі Вилсон болған. Себебі бұл кезде ғылыми техникалық прогрестің жетістіктері қабылданған кезде Англияда жаңа ақша саясатын, ақшаны үнемдеу, жалпы қаражат үнемдеу бағытында осы Вилсон осы саясатты қабылдауға мәжбүр болған. Ал жаңағы Уинстон Черчилль, Клемент Этли ол негіз 1950-40 жылдардың аяғы 50 жылдардың басында болғанын есептесек, ал Макмиллан Идендер одан келмейді. Ал Маргарет Тэтчер ол жалпы Вилсоннан кейін мейджор екеуі. Сондықтан бұл жаңа жылға да сәйкес келмейді. Және жалпы Англияда екі лейбористік және консерваторлар партиясынан кезекпен кезек сайланып отырған есептесек, мына жерде лейбористердің үкімет басына қайта келуі алдында консерваторлардың қателігін қайталамауға байланысты қойылған болуға керек негізі. Бұл жерде енді жалпы мәтіндік тапсырма. Жалпы мәтіндік тапсырма айтқан кезде бұл мәтіндік тапсырма 7 сыныптың бағдарламасына алынған. Ұлы географиялық ашулар кезінде мәтін. Бұл жалпы Испаниядан көп жылғы жалпы өзін Үндістанды батысқа шығатын жолмен іздеуге және корольді көндірген Христофор Колумб. Ол өзінің жаңағы Пинта, Санта-Мария және Ниня деген үш кемемен Испан королінің рұқсатымен 1492 жылы батысқа қарай жүзеді. Оның түсінігінде батысқа қарай жүзсе Үндістанды тура тауып барамыз дегендей негізі ол өздерінің түсінігі болған. Себебі Үндістанда ол кезде батыста, батыс еуропалық елдерде жалпы Үндістан өте ғажайыптың елі, Инжумаржаның елі, онда алтын, басқа да байлықтардың бәрі төгіліп жатыр деген еуропалықтардың арасында түсінік қалыптасқаннан кейін алғаш рет осы Үндістанға бару жолын ашуға дәмеленген Христофор Колумб батысқа қарай жүрді, бірақ та ол Үндістанға бара алмайды, дегенмен ол тарихта қалады. Өйткені Америка құрлығын алғаш ашқан, ең алғаш ол Сарагос теңізін және ары қарай Сан-Сальвадор аралы және Куба, Гаити аралдарымен бірге оңтүстік Африка жеріне барған, бірақ та ол өзінің жаңа материгі ашқанын білмеген. Өйткені ондағы адамдарды ол Үндістанға келдім деген мақсатпен үндістер деп атап кеткен. Сондықтан мен жер теңізшілердің сапарға шығу мақсаты және Үндістанға жету. Өйткені олар Америка деген құрлық ол кезде болған жоқ, Бразилияны білген жоқ. Және ол Африканы айналамыз деген ол мақсат қойған жоқ, және бүкіл дүниежүзін айналып өтуді ол Пернан Магеллан сияқты мақсат қойған жоқ, тек Үндістанға жетуді теңізшілер өздерінің
басты мақсат санаған. Сондықтан дұрыс жауап бұнда теңізшілердің басты мақсаты Үндістанға жету, ол 15 ғасырдың аяғы 1492 жылы басталған.